Кардиолог инфарктқа келетін таңертеңгі белгілерді атады. Кардиолог Анна Кореневич инфаркт тудыратын таңертеңгі симптомдарды атады. Бұл туралы дәрігер өзінің Telegram арнасында жазды. Оның айтуынша, ықтимал инфаркт көбінесе таңертеңгі сағат 5-7-де пайда болатын жүрек аймағындағы белгілермен көрінеді. Бұл ауру емес, жану қысу түріндегі ыңғайсыздық. Бұл сезімдер 5-10 минутқа созылып, өздігінен өтуі мүмкін. Бұл жүректің беретін бау белгісі, оны жіберіп алмау керек, деп атап өтті кардиолог. Жедел инфаркттың басқа екі белгісі физикалық белсенділік кезінде кеудедегі белгілер және таңертең жылы бөлмеден көшеге шыққанда өзіңізді жағымсыз сезіну. Бірінші жағдайда сіз тез жүргенде, баспалдақта жүргенде кеудедегі біртүрлі сезім пайда болады. Ол тоқтағаннан кейін өтеді, ал тегіс жерде бұл симптом болмайды. Кеудедегі ыңғайсыздық бір жерде, тек сол жақта немесе төс сүйегінің артында, мойында және тіпті төменгі жақта немесе бүкіл кеудеде болуы мүмкін, және екі қолға да біреуіне де берілуі мүмкін, деп түсіндірді Кореневич. Сыртқа шыққанда пайда болатын жағымсыз сезімге келетін болсақ, бұл жылу стенокардиясы, бұл да инфаркттың белгісі, деп атап өтті кардиолог. Егер де арнаға тіркеліп қоңырау шамын басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.